Сәлем, мен Бақбергенова Лаура. Үздік педагог сайысына қош келдіңіздер. Шадағы тәрбиешінің бір күні қалай өтеді? Мен мектеп алды даярлық ұлан тобының тәрбиешісі Бақбергенова Лаура Орынтайқызы. Бұл салада 13 жылдан бері жүргендіктен таңым осылай атады. Бөлмеде күн сайын болашақ өсіп келеді. Балаларды күлімсіреп қарсы аламын. Тәрбиеші үшін әр бала аманат, әр күн үлкен жауапкершіліктен басталады. Таңертең ата-ана баланың қауіпсіздігі үшін қол қойып кетеді. Балақайларға қайырлы таң құлыншағым, қалай ұйықтадың, көңіл күйің жақсы ма? Бүгін балабақшада қызықты ойындар мен көңілді сәттер күтіп тұрғанын балаларға ескертемін. Балабақшамызда әр күн әнұранмен және жаттығумен басталады. Таңғы ас күннің ең маңызды тамағы. Ол ағзаға ұйқыдан кейін күш қуат береді және күнді жақсы бастауға көмектеседі. Таңғы ас ішкеннен кейін дамытуға арналған іс-әрекет өтемін. Ол жерде тәрбиеші тек сабақ қана өтпейді, ол сенім береді, мейірім үйретеді, жақсылыққа жол көрсетеді. Әр бала жеке әлем, бірақ апай деген сөз жүрегімді жылытатынын ешкім білмейді. Мен балаларға әр жаңа дүниені үйреткен сайын өзімнің еңбегімнің жемісін көремін. Дастырылған іс-әрекеттен кейін балаларға ой сергіту мақсатында қол-аяқ қимылды жаттығуларын жасатамын. Кішкентай бүлдіршіндер қуана ойнап қимылдап жатыр. Әр күніміз күлкі мен шаттыққа толы. Балалардың қыс мезгілі туралы түсініктерін кеңейту, табиғи ортада шығармашылық қабілеттерін дамыту, қар бетіне бояулармен сурет салу арқылы қиялын, эстетикалық талғамын, ұсақ және ірі моторикасын жетілдіру. Таза ауада серуендеудің денсаулыққа пайдалы екенін ұғындыру, табиғатты аялауға бірлесе әрекет етуге және қысқы ойындарға қызығушылықтарын тәрбиелеу. Серуен баланың қимыл белсенділігін арттырады. Мен жылуға толы түскі асқа жиналамыз. Түскі ас баланың күш жинайтын, денсаулығын нығайтатын сәт. Дәмді тағам денсаулық кепілі. Тыныштық орнап, ертегімен бірге ұйқыға кетеміз. Күні бойы ойнап шаршаған кішкентайларымыз тынығып жатыр. Тәтті ұйқыға кетті, армандары жарқын болсын. Ұйқы уақыты демалу мен күш жинау сәті. Балалар ұйықтап жатқанда өз жұмысымды жалғастырамын. Бүлдіршіндерді қызықтыру, дамыту мақсатында көрнекіліктер жасаймын. Балалардың ұйқысы қанған соң әртүрлі көңілді ойындар ұйымдастырамын. Балалармен адалдық дүкені ойынын ойнадық.
балаларға адалдық, шыншылдық, жауапкершілік сияқты адамгершілік құндылықтарды түсіндіру, өзіне сенімді болуға және дұрыс таңдау жасауға үйрету, ақша мен тауар арасында қарым-қатынасты ойын арқылы меңгерту, өз бетімен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру, қоғамдағы сенім мен әділдіктің маңызын ұйымдастыру. Ойыннан кейін балалармен қимай қоштасамын. Бұл еңбек көп айтыла бермейді, бірақ оның жемісі жылдардан кейін көрінеді. Өйткені тәрбиеші болашақты тәрбиелейтін маман. Осымен бүгінгі біздің бір күндік күн тәртібіміз аяқталды. Сіздермен болған мектеп алды даярлық ұлан тобының тәрбиешісі Бақбергенова Лаура Орынтайқызы. Назар аударғандарыңызға рахмет.